Өскемен қаласы НС мектебінің ұстаздар қауымын кәсіби мерекемен құттықтауға дәстүр бойынша барлық 7-ші сынып оқушылары қатысты. Қосымша білім беру педагогы Арайлым Құмарханованың идеясы бойынша лайнермен әлемге саяхат жасаған көрермендер туристер ретінде Франция, Қытай, Үндістан, Ұлыбритания, Араб еліне тоқтады. Жүргізушілер әр елдің білім саласындағы ерекшеліктермен таныстырса, оқушылар ұлттық өнерлерін көрсетті. Қосымша білім беру педагогы Гаухар Қанапияқызы Қайырбаева дайындаған бағдарламада оқушылар француз, ағылшын, қазақ, орыс тілдеріндегі әндерді трио болып, сондай-ақ ауқымды хормен шырқады. Мектеп хореографтары Меруерт Абайханна Рахметова мен Максим Анатольевич Качесов қойған би қойылымдарында үнді халқының айрықша жарқын биі, Қытай елінің көп қолды Шива құдайының бейнесін ашқан бишілер тобы және араб ертегісінің кейіпкерлерін сомдаған оқушылар көрермендерді баурап, әр ұлттың ерекше атмосферасына бөледі. Қосымша білім беру педагогтары Аслан Бауыржан мен Ержан Шайзыратұлы дайындаған өнерпаздардың домбыра, гитара аспаптарында джаз стиліндегі әнді сүйемелдеуіне көрермендер таң қалысын жасырмай үлкен қошаметке бөледі. Мектеп және НС жүйесі туралы әзіл қалжың қоржынын ашқан жайдарманшылар мектеп қызметкерлерінің көңілін көтеріп, жүздеріне күлкі сыйлады. Оқушылардың рөлге 100%-ға еніп, тамаша сомдаулары көрерменнің ерекше қошеметіне ие болды. Небәрі бір ай оқып үлгерген 7-ші сынып оқушыларының шараға толықтай қатысып, әр қырынан танылып жатқандарын мектеп директоры Жұпат Оралқызы Ерниязова өз сөзінде ерекшелеп, оларға ризашылығын білдірді. Шара соңында жекелеген ұстаздар жас ұрпаққа білім және тәрбие беруге қосқан үлесі үшін Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының төрайымы Күләш Шамшидинованың құрмет грамотасы және алғыс хатымен, сондай-ақ ауыл мектебі жобасын жүзеге асыруда атсалысқаны үшін Қатон-Қарағай ауданы бойынша білім бөлімі бастығының алғыс хаттарымен марапатталды.